Бәріне сәлем. Бүгін біз өте әдемі сырға жасайтын боламыз. Гүл сырға, асты гүл сырға болады. Міне осындай гүлі болады. Және де үсті кәдімгі сырға болады, андай, былай болып қалған. Міне мынандай болады. Мынандай болады, асты мынандай гүл болады. Ал бастайық, достар. Бастамастан бұрын сіздер маған тіркеліңіздер, лайк басыңыздар. Бізге керекті заттар осындай бисер. Міне жүзіктің мынандай жанындағы бисер керек болады. Және ішіндегі сары. Оған мен мынандай алдым. Өте қатты ашады ақ бисерді. Және де осындай. Осындай сырға жасайтындарға өте қатты керек болады. Және де леска. Бір леска қазірше. Қазір қырқып алам. Ал енді сіздер сырғаға мынаны кіргізесіздер. Түсіне айып етпеңіздер, бәрібір. Осылай кіргізген соң, былай жауастыр аузын. Міне. Міне жаудық. Міне. Осылай кіргізіп алдым. Жақсылап осылай кіргізіп алу керек, себебі біздің лескамыз шығып кетпеу үшін. Шығып кетуі әбден мүмкін. Және бұдан абайлап істейік. Бұған не болады? Істейтін кезде леска шығып кетсе, қиын болып қала ма, сондай болады әйтеуір. Енді біз осылай бастаймыз. Лескамызды кіргіземіз. Екеуін бірдей қыламыз. Және де оның сол бетіне ақ бисерімізді саламыз. Сол бетіне ақ бисерімізді салдық. Енді оны былай өткіземіз, қараңыздар. Міне осылай өткіземіз. Былай әкелеміз да. Қазір. Басқа бисерді алайын. Бұл андай тесігі кішкентай неді. Қайсы мынаны алайын. Міне. Осылай енді өткіземіз. Өтті. Енді сіздер ең бастысы осыны бірдей қылғандарыңыз жөн. Болады енді. Міне. Көргендеріңіздей осындай болып шықты. Өте әдемі. Енді біз осындай ақ бисерімізден сол бетіне екеу саламыз. Бізге ақ бисер 12 штук келеді. Оның ортасына қоятын екеу ақ келеді. Сондай қылып алыңыздар. Және де енді бізде қойылады мынау. Міне, осы сол бетіне осылай істедік. Енді оң беті. Бұл бетке тек 2 ақ бисер қоямыз. Болды сомен. Міне, осылай саламыз. Енді былай өткіземіз оны. Ой, төгіліп кетейін деді. Осылай қалпына келтірдік. Енді мына ақ бисерді сәл былай алып қоямыз, бөлектеу етіп. Міне, енді оны мына артқы жанынан емес, мына жанынан істейміз. Астынан істейміз да. Міне, қазір. Міне, осылай өткіземіз. Мынаны былай істегеніміз. Бірдей қылып істейік. Жақсы шығады да сонда. Міне, осылай шығады. Сіздердің бисерлеріңіздің түрі. Міне, осылай шығады. Енді біз оң бетін аламыз да. Бұлай аламыз. Видеодан қарап істесеңіздер жақсы шығады. Осылай алып, мына жерден өткіземіз. Міне, өтті.
аламыз, тартамыз. Міне, осылай тұрады бұл енді. Енді сол бетін аламыз. Осылай аламыз, міне. Аламыз. Мына 2 штугынан өткіземіз, қараңыздар. 2 штугынан өткізесіздер. Міне, әдемі шығады. Ой, біреуінен өтіп қалды. Қасын. Міне, осылай өткіземіз. Шықты, міне мынау. Оны тартамыз. Осылай тартасыздар. 2 жанынан осындай болып шығады, көрдіңіздер ғой. Бір түрлі болып тұр, я. Енді бір бетін осылай тартасыздар. Міне, осылай мына бетін тартсаңыздар, мына беттің мына жібі тартылады. И мына бетті тартсаңыздар, мына беттің жібі тартылады. Әне, жібі емес, лескасы деген. Міне, мына жақ тартылды. Енді мына жақты тартамыз. Вот, міне осы екеуін де осылай қатты тартасыздар. Осылай шығады, әдемі болып. Енді біз мына жаққа бір бисер қалды. 6-шы. Осыны біреуін аламыз да осылай салып жібереміз. Оны салған соң былай өткіземіз. Міне. Өткіземіз. Бірдей болу енді шарт емес. Вот. Қатты тартасыздар. Міне жақсылап тарттық. Енді қараңыздар, өте әдемі бисер шықты. Бұл жер үнемі осындай дұрыс болмай қалады. Дұрыс болмай қалмайды. Бұл жер осылай тұрады өзі. Көрдіңіздер ғой. Өте әдемі бисерлеріңіз шықты. Бисер емес, сырғаларыңыз деген. Міне енді достар, бұл артық жіпті не қыламыз? Бұларды осылай әрқайсынан өткізіп шығамыз. Міне, мысалы, қазір мыналардан өтпей қалады, сондықтан өткізіп көрейік. Бірінші өтеді. Өткіземіз. Әрқайсынан өткізесіздер. Қазір өткізіп алыңыздар. Міне осы жерде тұрған бисерді, мына жерден, мына бисерден, мына бисерден өткіздім. Енді ол мына жерде тұр. Енді мынаны өткіземіз. Мына жерден өтпей тұр, мына жерден өткіземіз. Ал міне әрқайсына салып шықтым. Енді міне екеуі бірдей түседі, осылай. Бірдей осылай түседі. Міне. Енді осыны байлаймыз. Кәдімгідей 2 рет, 3 рет байлап шығасыздар. Сонымен біздің сырғамыздың біріншісі бітеді. Екіншісін де дәл осылай жасайсыздар. Өте оңай. Екіншісін жасалған көрсетпей қойайын, я. Видеоны аяқтайын осымен. Осылай байлап шығасыздар. Біздің сырғамыз дайын. Міне, әлі байламадым. Жібім кішкентай болып қалды, сондықтан байлануы қиын болып тұр. Қиын емес. Осылай қатты қысып тұрып байлайсыздар. Міне 1 рет байладым, енді 2 рет байлайым. Міне 2 рет байлап алдым. Осы болатын шығар деп отырмын. Енді қайшымызбен қырқамыз. Сіздерде зажигалка болса, сомен күйдіресіздер. Жақсы шығады да, қатты батпайтын аның ұшы. Бізде зажигалка жоқ.
Сондықтан мен оны олай күйдірмеймін. Өзінің арнайы қайшысымен кесіледі ау деймін. Болды. Бітті осымен біздің видеомыз. Бисеріміз де бітті, барлығы бітті. Міне өте әдемі. Сіздерге мен суретін қалдырып кетемін осы жерге. Суретін қалдырмауым да мүмкін. Қалай құлақта сырға қалай тұратынын көрсетемін сіздерге. Өте әдемі тұрады негізінде. Ал осымен менің видеом аяқталды. Сау болыңыздар. Маған тіркеліп лайк басыңыздар. Тек өтіп кететін адамдарға жыным келеді мен. Маған тіркеліңіздер. 1000 подписчикке жеткізу керек. Сондықтан құлаққа көрсететін шығарым, құлаққа тағылып қалай тұрған. Сау болыңыздар. Міне түрі осындай, құлақта өте әдемі болады. Пока.